ер кісілермен де тағы да осы шүкірлік мәселесіне тағы да отырамыз. Сол кезде бәрекелді, мен эфирім сақталмай қалған екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті бауырлар, негізі бар ғой, енді біздің мынау сапарымыз рухани сапар ғой. Жалпы айтқаным, адамның, осы мұсылман адамның бүкіл өмірі рухани сапардан тұратын шығар. Жалпы да, сіздің намаз оқығаныңызда бәрі рухани сапар ғой. Өйткені егер сіздің әрбір секундыңыз, минутыңыз, өміріңіз Құдайға сізді жақындатпаса, онда өміріңіздің бәрі бекершілікпен өтіпті деген рас нәрсе ғой ол. Сіз қайда болсаңыз да. Өйткені қараңызшы, кейде бір ой келеді да. Анау Қағбаның жанында жүрген қанша халық бар да. Иншалла, Алла Тағала солардың бәрін қабыл етсін. Бірақ Алла Тағала сол халықтың біреуінің де құлшылығына мұқтаж емес ше. Таң қаласын. Қаласа, Құдай сақтасын да, енді ондай емес қой енді. Біз әрдайым Алла туралы жақсы ойдамыз. Қаласа соның бәрін дозаққа кіргізеді. Қаласа соның бәрін құлшылығын қабылдайды, қаламаса қабылдамайды. Мұңсыз ғой. Біз мұқтажбыз. Сол енді сіздің әрбір минутыңыз Алла Тағалаға жақындатпаса, онда сіз әлі имандылықтан өте көп азсыз. Шамаңыз жеткенше енді. Бірақ мынандай да бір нүкте бар. Сендер құлшылықтан шаршамаңыздар. Алла Тағала сендерден қабыл етіп шаршамайды деген нүкте бар ғой. Сол үшін енді кейде ұрынып, шаршап, әбден құлап қалып жасаған құлшылық бұл қиын болады. Ықыласың кетіп қалады ғой. Өйткені мысалы ұйқың келіп тұрып қандай намаз оқисың, қарның ашып тұрып қиын болады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, алдыңа тамақ келді ме, бірінші жеп ал, сосын намазыңды оқы дейді. Сол үшін лажы барынша әйтеуір мынау қазіргі намаз уақыттарын ертерек бағалап, жаңа ұйқыңызды уақытылы ұйықтап, шамаңыз жеткенше тамағыңызды да уақытылы жеп, намазды бүтін оқуға әрекет жасасаңыздар екен. Өйткені намазға не нәрсе қисық қып бұзады, ол соның сауабын азайтады ғой. Ал ол біздің өте қымбат дүниеміз. Бүгін мен қозғағым келген тақырып Алланың тәуап деген сипаты. Тәубе жайында. Жалпы тәубе жайында. Тәубенің өмірдегі орны жайлы. Өте қысқа бір нүктелер айтқым келеді. Алла Тағаланың тәуап деген сипаты бар. Енді мен жобалап отқан бір 11 жерде келген шығар, мүмкін одан көп. Алла Тағала тәубелерді қабыл етуші. Жалпы тәубе деген не түсінік береді? Енді оны туралы көп деген уағыздар сіздер естіген шығарсыздар. Тәубе деген былай, арқаға қайту, осындай. Жоқ, мен ол туралы айтқым келмейді. Мен Алла Тағаланың тәуап деген сипатын сіздерге таныстырғым келеді. Осы арқылы біз Құдайды танысақ екен деймін да. Алланы тану мағынасындағы бүгінгі отырыс. Біздің Раббымыз сипаты көп. Бірақ Құран-ы Кәрімде сізбен бізге тәуап деген сипат айтқан. Алла Тағала біздің тәубемізді қабыл қылады. Сол тәубемізді қабыл қылу барысында мынандай 4 мағынаны айтады ғалымдарымыз. Жалпы тәубе деген сөз адамдар дұрыс түсінбейді екен. Осы түсінбейтін нүктені бір кішкентай айтып кетейінші. Көп адамдар ойлайды, тәубе деген сөзді адамдар бір шүкіршілікпенен қателестіріп қояды. Кейде тәубе деген сөзді мақтауменен қателестіріп қояды. Тәубе деген сөзді көмпіс, бір бейшаралықпен қателестіріп қояды. Ол ондай емес мағынасы. Арқаға қайту деген сөз. Күнәсін мойындап қайту деген сөз. Сол үшін ғалымдарымыз тәубенің шарттарын айтады ғой. Естеріңізде болса, өте қысқа айтып кетейін. Оны жаңағыдай күнә екенін мойындау, екіншіден соған қайтпағы, өзім қайтпаймын деп соған сөз беру, деп осындай бірнеше мысалдар айтады. Ол жерде кісінің ақысы болатын болса, сол кісінің ақысын қайтарып беруден тұрады. Соның ризашылығын сұраудан тұрады. Бірақ мен ол туралы емес. Осы тәубе деген нәрсені біріншіден түсіну үшін Алла Тағала осы тәубені жаратқандығын біліңіздер.
шын тәубе қылу деген нәрсені осындай түсінікті алла тағала жоқтан бар қылды. Осы түсінік алла тағаланың бізге бермекші болған түсінігі және оның жаратушысы. Екінші бір нүкте, бізді осы тәубеге итермелейтін де Алланікі екен ғой. Бізді тәубеге алла тағала ғана итермелейді екен. Сондықтан сіздің анау күнәңізға деген өкініш пайда болуы, анау білесіз ба, бір журналист қыз Мұхтар Әуезовтің ұлынан сұхбат алады. Ол кісі дүниеден өтті ғой, білесіздер, Мұрат Әуезов ағамыз, алла рахымына бөлесін, сұхбат алады. Сол сұхбат алған кезінде айтады да, мен бұрын дейді, осындан бірнеше жыл бұрын сұхбат алған кезінде өте талғампаз адам дейді да, алдында адамның ойын, анау, егер сұрақтарың терең емес, бір андай біртүрлі қарапайым сұрақ болса, қуып жібереді дейді, керек болса дейді, шығып кет деп, тыңдамай қояды дейді да, өте талғампаз адам да, сондай білімді кісі ғой. Содан қорқып сұрақ қойсам, бір кездерде сол сұрақтарыма жауап бермей қалған дейді. Осы кезде бір қатты дайындалып келгеннен әйтеуір сұхбат алған ғой енді. Сұхбатын тыңдап көрсеңіздер болады, интернетте тұр. Енді жалпы сол жерде мені бүгінгі қоймақшы болған тақырыбымда сол кісінің өмірі туралы, өмір маңыздылығы туралы айтқанда айтады да. Адам, сол Мұхтар Әуезовтің баласы айтады, адам өмірден өтер кезінде дейді, мен қанша кітап жаздым екен, қанша нәрсе жаздым екен деп ойламайды екен дейді. Бірінші орында ол кісіні адамның ар соты, өзінің ары соттайды екен ғой. Сен кәдімгі өмір мен өлімнің арасында тұрған кезіңде, сен арыңменен бетпе-бет қаласың дейді. Өмірдің алдында да. Бірге бір қаласың. Осы Құдайдың берген саған иманын дұрыс қолдандың ба? Аллахым саған, мысалы, мен мұсылмандық жағынан айтып жатырмын ғой енді. Маңдайыңды сәждеге қойып жүрсің, сол сәжденің ақысын бере білдің бе? Ағайындықтың ақысы бар, ата-анаңның ақысы бар, дос-жаранның, көршінің ақысы бар, бәрінің өзінің ақысы бар, соны бере алдың ба? Тіпті өзіңнің де ақың бар. Біз кейде өзімізге де зұлымдық қыламыз ғой, білесіз ба? Адам өлер шағында дейді, өз-өзін ары қинайды дейді, сол жаман дейді. Менің айтпағым енді, осы тәубе, соны жоқтан бар қылып, тәубе деген түсінікті жаратқан алла тағала. Екінші орындағы нүкте, бізді тәубеге иетін де алла тағала екен ғой. Сізді өкіндіретін, мынау ар соты дейтін сол ғой, мен айтпағым сол. Сіздің арыңызды қозғайтын да сол алла тағала екен ғой. Халқымыз сол үшін айтады. Малым ненің садақасы дейді? Жанымның садақасы дейді. Ал жаным арымның садақасы дейді. Ең биік нәрсе арда. Ар және намыс. Жігіт сол үшін айтады ғой, жігіт намыс үшін өлсе, ол жігіттік та ол. Сол үшін айтады. Қоянда қамыс, жігітті намыс өлтіреді дейді. Қамыс деген сөз, ол ана қамыстың ішіне барып қоян тіреліп қалмайды. Негіз. Садақтың оғы өлтіреді да оны сол. Ал жігітті намыс өлтіреді. Басқа нәрсе үшін өліп қалса жігіт, ол жігіттік емес сияқты көрінеді. Тіпті сол біздің қазақтағы тектілік деген түсінікте осы ардың жанындағы бір нүкте. Айтқым келетіні, осы тәубені сіздің жүрегіңізге салған, егер сіз шынымен бір күнәңізді мойындап өкінсеңіз, онда алла тағала сізді соған қарай иіп жатыр. Оның өзі үлкен нәрсе. Мен бұны осы 4 нүкте арқылы тәуап деген сипатын алла тағаланың түсіндірмекшімін. Алла тағала тәубелерді қабыл етуші деген сөз. Бірақ ол осы 4 мағынамен түсінеді екенбіз де, ғалымдарымыз айтады. Осы 4 түрлі баспалдақпен барасын оған түсінікке дейді. Алланы түсінгің келсе осы сипатын. Біріншіден тәубе деген затты Алла жаратса, екіншіден тәубеге июші де Алла екен ғой.
Ал енді оның мағынасы сонда қалай енді сонда бізді имей қойса не болады деген сөздер шығып қалуы мүмкін ғой. Сол үшін айтатыным, тәубеге адам лайықты болу керек екен ғой. Сол үшін сіздің жүрегіңіздің жан тазалығыңыз болған сайын сіз тәубеге жақын боласыз. Сол үшін Алланың сүйген пенделерін Алла тағала мынау кісі тәубешіл еді деп те сипаттайды Құранда. Бұл өте пайғамбарлардың, ұлықтардың сипаты екен. Иннаху ауаб деп айтады. Ол кісі арқаға көп қайтушы еді дейді. Сондықтан, құрметті жақсылар, сондай жақсы сипатқа жету үшін, яғни жақсы амалға еге болу үшін, Алла тағала сізді ию үшін де лайықты бола білу керек екен. Үшінші нүкте, осы тәубеде бізді тұрақтылық беретін де Алла тағала екен. Үлкен нәрсе. Осы нүктелерге қайта-қайта тоқталып өтем, бірақ сіздерге ой салу үшін үлкен нүктені айтып кетіп жатырмын. Тәубеде тұрақты болу дейді ғой. Ана күнәңді жасамай, табандылық жасауда, күнәменен күресуде табандылық танытуды да, сол табандылық беретін де Алла тағала екен сізге. Және де сол тәубемізді қабыл ететін де Алла тағала екен. Осы бір 4 нүктеменен біз Алла тағаланы тани аламыз. Жеңіл бір кіріп көрейікші ойменен. Бізді жаратқан Раббымызды тануымыз міндет. Өйткені, құрметті жақсылар, Алла тағала сізбен бізді жақсы біледі ғой, дұрыс па? Біздің ішіміздегі ойымызды біледі, бәрін біледі. Ашша алақанда, жұмса жұдырғында дегендей ғой. Біз кейде Құдайды білмейміз да, ойлаңызшы. Біз Раббымызды танымаймыз. Сол үшін ойлаймын да, еш болмағанда осы умраға келгенде, осы өзіміздің рухани сапарларымызда иманның жартысы тазалық. Ал бір сөзінде айтады. Жартысы дедік қоя. Ол не түсінік береді деп ойлайсыз ба? Былай қарағанда дәрет, ол бір суменен бет қолыңызды жуу, егер сіз оны тазалық десеңіз, сіз қателесесіз. Андай тазалық дегенде гигиеналық тазалық десеңіз қателесесіз. Өйткені сіз сабын қолданбайсыз. Мүлде сабын қолданбайсыз. Тіпті қолыңыздан, мысалы бір тамақ істеп жатсыз. Сіз дәретім бар десеңіз, бір пияз турап жатсыз, дәретім бар десеңіз, пияз адал ғой. Пияздың иісі шығып тұра берсе де, сіз дәретіңіз бар болып саналады. Иісі аңқып тұрса да. Дәрет бұзылмайды. Егер сіз тазалық десеңіз, онда сабынмен жуу керек болар еді. Біз сабынмен жумаймыз. Тіпті іш дәреттің өзін, ас дәрет алғаны өз, үлкен дәрет шықса да, сіз бәрібір ол жерді сабынмен жуу міндет емес. Сумен жуасыз. Дәрет бұл ритуал негізі. Бұл құлшылық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәретті түсіндірген кезінде, сенің дәрет алған кезіңде аузыңды шайсаң, аузыңнан күнәларың төгіліп түседі. Бетіңді жусаң, бетіңдегі, көзіңдегі күнәларың төгіліп түседі. Қолыңды жусаң, қолыңдағы күнәларың төгіледі. Аяғыңды жусаң, аяғынан күнәларың төгіледі деп түсіндіреді. Қарасаңшы, күнәдан тазару. Майда күнә болса да күнәдан тазару. Тазалық. Жалпы иман дегеніміз бұл тазалықтан тұрады. Өйткені неге екенін білесіз ба? Тазалық пен иманның екеуінің өте жақындығын. Жолдар қандай жолдар екен? Тазалайтын амалдар, яғни иманды тазалайтын амалдар жасау арқылы ғана иман таза болады. Соның бүгін бір амалы ол тәубе. Ол тәубе. Иманды тазалайды. Неден тазалайды? Күнәдан. Өйткені күнәні мойындау, оны қайта жасамауға сөз беру, осының өзі үлкен нәрсе. Сол үшін мынандай сөз бар ғалымдарымызда. Ақ көйлек әтірден гөрі сабынға мұқтаж дейді. Дұрыс па? Ақ көйлек, үстіңізде аппақ ақ көйлегіңіз бар. Оның әдемі көріну үшін сіз әтір сепсеңіз, ол әдемі бола бермейді. Үстінде кір болса сатпақ. Бірақ сіз әтір сеуіп тастадыңыз да үстінен. Ол әдемі болмайды. Оны сабындап жусаңыз ғана әдемі болады. Ішінен әтірдің иісі шықпаса да сабынның иісінің өзі жетеді сізге. Дәл сол сияқты адамның
жүрегін тазартуға оны әтір себе беру, андай әдемілік жаса беру емес. Бірінші орын оны тазартуымыз керек. Өзімізді, иманымызды тазартуымыз керек. Тәубе деген сол. Ендеше сол тәубе деген мағынаны жаратқан Алла тағала айтылғаны күнә істі жектің күнәсіне риза болмаған адамды. Қателікке ешқашан риза болу керек емес екен. Қателік жасаймыз біз. Дұрыс, барлығымыз қателік жасаймыз. Үшінші нүкте, Алла тағала бізге тәубені тұрақтылықты сыйлайтын зат екен. Ондай болса, сол тәубе сөйтіп соған оқытып, сол кітапты естетін. Ал бізге айтеміз қазір, намаз оқимыз деймін. Намаз оқығанға қанша жыл болды? 5 жыл болды. 5 жылдан бері не істедің десе, бір сүре қоспаған ғой. Артық бір сүре жаттамаған. Артық бір дұға оқымаған. Бір кітап қоспаған ғой. Тек қана намазға кеп жығылды, содан кейін болды ғой, аумин. Не істеп жүрсің енді? Алаңсыз тіршілік. Ол тіршілігімен ғой, бірақ сіздің руханиятыңызға су құймасаңыз, ол өспейді. Оны өсіретін білім. Өзіңіз кітап оқуға қолыңыз тимей ма, кітап оқитын жерлерге барып, соның кітабын тыңдаңыз. Сол жерден сізге бір нәрсе жауады. Сонда сіз тәубеде берік боласыз. Яғни күнәдан қашуға сізге жәрдем береді Алла тағала. Және ең соңғы нәрсе, тәубені қабыл етуші де Алла тағала екен. Ал тәубенің қабыл болуы үшін бірінші орында Аллаға иман, екінші орында шынайы күнәні мойындау, үшінші орында күнәға шынайы өкіну тұрады. Ендеше осы істер сіз бен бізге тәубемізді реттеп беретін амалдар. Бұл үлкен білім. Қайтарып тыңдап алам десеңіз, интернетте тұр. Сіздерге бір әдемі қылып жылататын уағыз емес, бәлки өміріңізге керек бір біліммен бөлістім деп ойлаймын. Аллахым осы сапарларыңызды, жалпы өмірлік сапарыңызды жақсылығынан бұйыртып, ақырын қайырлы қылсын. Және де әрдайым өзінің сүйген пенделерінің жанынан сіздерді, біздерді айырмасын. Табанымызды өзінің тура жолынан тайдырмасын дегім келеді. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля